Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Өткенде бірінші сабағымызда біздер көмірсулардың анықтамасымен, олардың жіктелуімен және әрқайсысының ерекшеліктерімен танысқан болатынбыз. Бұл екінші сабағымызда біздер қысқаша түрде көмірсулардың қызметімен және қасиеттерімен танысамыз. Одан кейін виртуалды зертханалық жұмысымызды бастаймыз. Кестеде көріп отырғандарыңыздай, ең бірінші қызметі бұл энергиялық. Яғни біздер тамақтанғаннан кейін ас қорыту жүйесінде тамақтар бізде мономерлерге дейін ыдырайды. Глюкозаға дейін ыдырағаннан кейін ол қан арқылы барлық біздің ағзамыздағы жасушаларға таралады. Сөйтіп энергиямен қамтамасыз етеді. Бұл бізде энергиялық қызметі болып табылады. Екіншісі құрылымдық. Өздеріңіз білетіндей, өсімдіктің жасушасы жануар жасушасынан ерекшеліктері бар. Солардың бірі жасуша мембранасының сыртында жасуша қабырғасы. Сол жасуша қабырғасы бізді целлюлозадан немесе қазақша жасұнықтан тұрады. Ал санырғолақтардың жасуша қабырғасын сонымен қатар буын аяқтардың экзоқаңқасын хитин құрайды. Бұл да құрылымдық қызметі болып саналады. Құрылымдық және қорғаныштық қызметі бір-бірімен тығыз байланысты. Яғни құрылымдықты айтқан кезде қорғаныштық қызметі де осыған ұқсас болып келеді. Және соңғысына келетін болсақ, соңғысы қорға жинақтау. Өсімдікте фотосинтез процесі жүргеннен кейін глюкоза түзіледі. Сол глюкозаны өсімдік өзіне пайдаланады. Егер қажет емес болса, өсімдік глюкозаны крахмалға айналдырып, оны өзінде қор заты ретінде жинақтайды. Келесі, жануарлар үшін крахмал емес, қор заты гликоген болып табылады. Яғни тамақтанғаннан кейін глюкозалар барлық мүшелерге, жасушаларға тасымалданғаннан кейін біздерде егер жеткілікті болса, онда глюкозаны ағза гликогенге, яғни полисахаридке айналдырады. Егер де дефицит энергия, яғни энергия қажет болған жағдайда қайтадан гликоген глюкозаға шейін ыдырайды да ағза оны пайдаланады. Бұл бізде көмірсулардың қызметі болып табылады. Көмірсулардың қасиеттеріне келетін болсақ, біріншісі глюкоза моносахарид, яғни оның физикалық қасиеті түссіз, кристалды зат, дәмі тәтті, суда жақсы ериді. Келесі сахароза, дисахарид, ақ түсті кристалды қатты зат. Глюкозадан қарағанда дәмі одан да тәтті, суда жақсы ериді. Және соңғысы крахмал, полисахаридке жатады, дәмі тәтті емес, суда нашар ериді немесе мүлдем ерімейді. Ең бірінші біздер глюкозаны сапалық реакция арқылы анықтаймыз. Ол үшін глюкоза бар тағам, яғни бананды аламыз. Оны сынауыққа құйып аламыз. Одан кейін бенедикт ерітіндісін тамызамыз. Бенедикт ерітіндісіндегі мыс сульфаты глюкозамен реакцияға түсіп, мыс оксидіне айналады. Сөйтіп тұнба түзіледі де біздің жаңағы сынауықтағы нысанымыз түсі өзгеру қажет. Яғни тамызып болғаннан кейін оны су моншасына салып қыздырамыз. Реакцияны жылдамдығын жоғарылату мақсатында қыздырып болғаннан кейін жасылға, кейін қызыл кірпіш түске айналады. Бұл бізде жаңағы биологиялық нысанның, жаңағы тағамның құрамында глюкоза бар деген сөз. Сахарозаға келетін болсақ, бірінші сынауыққа сахарозаны құйып аламыз, одан кейін аш хлор ерітіндісін құямыз. Ол кезде бізде сахароза моносахаридтерге ыдырайды, яғни глюкоза мен фруктозаға дейін ыдырайды. Одан кейін біздер әрине реакция жылдамдығын арттыру мақсатында қыздырамыз. Одан кейін натрий OH-ты қосамыз, өйткені біздер оны бейтараптауымыз қажет. Натрий OH қосқаннан кейін дәл бірінші зертханалық жұмыстағыдай бенедикт ерітіндісін тамызамыз. Ал жаңағы сахарозаның ішінде ол жаңағы глюкоза және фруктозаларға дейін ыдырады. Бенедикт ерітіндісі қайтадан глюкозалармен әрекетке түседі де біздің сынауықтағы ерітінді жасылға, кейін қызыл кірпіш түске айналады. Бұл бізде сахарозаға қатысты зертханалық жұмыс. Ал үшінші зертханалық жұмыста біздер крахмалды анықтауымыз қажет. Ол үшін біздер крахмалды аламыз, немесе кез келген егер картопты езіп сынауыққа
ерітінді қылып жасайтын болсақ, оған йодты ғана тамыза қоямыз. Нәтижесінде бізде қара көк түске айналады. Егер де құрамында крахмал болмаса, онда ол йодтың түсі, яғни қоңыр түсті болар еді. Бұл бізде виртуалды зертханалық жұмыстар болып табылады. Құрметті оқушылар, қандай да бір қателіктер болса, немесе ұсыныстарыңыз болса, менің жеке парақшама жазып кеңес берулеріңізге болады.